Жалпы шаруаларды не мазалайды? Су тапшылығы, заманауи техникалар мен қосалқы бөлшектердің жетіспеушілігі және өнімнің аздығы. Ырысын жерден терген диқандар шығынға батпаудың амалын іздеп шырылдап жүр. Қазіргі ахуал егіс алқабында еркінсуге мүмкіндік бермейді. Тек саладағы соңғы жаңалықтарға бет бұрып, білікті мамандармен өзара тәжірибе алмасу ғана тығырықтан шығарады. Бүгін Ақмолада 150-ден астам компания қатысқан дәстүрлі халықаралық көрме өтті. Дала күнінде агроөнеркәсіптік кешеннің белді өкілдері мен қарапайым шаруалар бас қосты. Көп функциялы комбайн, заманауи техника және жоғары өнімді жаңа сорттар. Осының барлығы дала күнінде шаруалардың назарына ұсынылды. Мұнда отандық фермерлерден бөлек алыс жақын шетелден де саланың серкелері жиналған. Қонақтар назарына 500-ден астам техника қойылды. Алдымен көпшілік жаңа үлгімен сырттай танысты, кейіннен іс жүзіндегі жұмысына баға берді. Қай-қайсысында кемшілік табу қиын. Талғамыңа келгенін таңдап тиімді шартпен агронесие рәсімдеуге болады. Бұған шаруалар Бәйтерек холдингінің еншілес компаниясы Аграрлық несие корпорациясы арқылы қол жеткізе алады. Осының барлығын біздің өзіміздің жерімізге қолданған кезде ертең мен ойлаймын осыған өзіміздің егістігіміз екі есе көп шығатын. Өзіміздің компания арқылы осы техникалардың барлығын алуға болады. Техникалардың біразы қымбаттауына байланысты ауыл шаруашылық министрлігімен сол субсидия жағынан да қарастырылып жатыр. Аграрлық несие акционерлік қоғамы биыл шаруаларға 330 миллиард теңге бөлуді жоспарлап отыр. Оның 182 миллиардын беріп үлгерген. Ары қарай да шаруаларды қаржыландыруды жалғастырамыз дейді сала мамандары. Сыйақысы 1,5%-тен 7%-ке дейін техникаларға, мынау мал алуға тиімді шартпен несиелендіреміз. Егер сіздер егін егетін болсаңыздар 1 жылға дейін беріледі, техника мал алуға 10 жылға дейін срок қарастырылған. Сондай-ақ мұнда наурыз айында 75 мөлдекке түрлі дақылдардың жаңа сорттары егілген. Бүгінгі күні сол егіс алқабы жеміс беруге жақындады. Осылайша қарапайым шаруалар алдын ала жасалған эксперименттің куәгері болып, көңілінен шыққан түрлерін таңдауға мүмкіндік туды. Бекзат Аманов, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24.